Пойыздағы оқиға. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жұмыс бабымен Астанадағы жаңа жобаға барып келу керек болды. Мен біздің департамент директорынан іс-сапарға әйелімді бірге жіберуін сұрадым. Онсыз да хатшылар жеткілікті. Ал ол маған Астанада ұсақ-түйекке көмектеседі. Солай келістік. Әйелім екеуміз вагонға кірдік те жайлы купеге орналастық. Біз купеде жалғыз болмадық. Тағы бір жолаушы бар еді. Бізге қарсы отырған Дәурен айтарлықтан ірі жігіт екен. Бойы 187 сантиметрден кем емес. Кішкентай қос қарны бар. Беті де кішкене толықтау келген. Салмағы 100 килограммнан кем болмаса керек. Кеш батып, әркім өз шаруасына кірісті. Менің апарық Назирам сөмкедегі бір заттарды ақтарып жатыр. Мен электронды кітап оқып отырмын. Сапарлас жігіт телефонда жатыр. Шамасы Инстаграмнан спортқа қатысты видеолар көріп жатқан болу керек. Кейде жуан даусымен бізді елеместен қарқылдап күліп қояды. Кейде оның назары Назирада болатынын да байқап қалатынмын. Ол дәретханаға барып, қысқа шорти мен майкаға киімін ауыстырып алды. Ол Дәуренге теріс қарап жоғарыдағы заттарды орнына қойып жатқанда, оның көзі менің әйелімнің әдеміше келген төтеніне түсіп жатты. Маған бұл ұнамады. Бір түрлі бір жыртқыштық, көзқарас секілді көрінетін, бірақ сәлден соң назары жылдам телефонға ауысып кетеді. Бір кезде Дәурен сұқ саусағын жоғары көтеріп, бізге өзіне жақсы бір идея келгенді білдірді. Әлде ойына бірдеңе түсіп кетті ме екен? Бір кезде кішігірім спорт сөмкесінен бір бөтелке виски алып шықты. Маркасы есімде жоқ. 3 пластик стакан алып, қалай танысамыз ба деп сұрады да, жауап күтпестен ішімдікті құя бастады. Кеш батып кетпеді ме, деді Назира. Маған құймаңыз, дедім мен. Жастар-ау, сендерге не болған? Мені жалғыз қалдырасыңдар ма? Сендердің жастарыңда мен денсаулығымды аямадым. Ал мұнда бар болғаны жарты бөтелке. Біздің сөзіміз құлағына да ілмей, бәрімізге құйды да стаканды қолымызға ұстатты. Стаканымызды түйістірдік те таныстық үшін алып қойдық. Менің бірден ішім жылып кетті, ал сүйіктім мүлдем соңына дейін іше алмай қалды. Қалай, тағы 50-ден көреміз бе? Сөзін жұтып сөйлеп, тағы да 50 грамм алуды ұсынды. Назира өткізіп жіберетін сияқты деп әйелім үшінші жақты жауап берді. Ол екеумізге құйды. Оның алдында ыңғайсыздау болғасын, оны жалғыз қалдырмайын деп шештім. Ішіп жібердік. Виски басыма тиді. Сәл басым айналғандай болды. Әңгіме айта бастады. Дәурен өзі туралы айтты. Ол бодибилдингпен айналысқан екен. Ауыр темірлерді көтерген Азия чемпионы. Телефонды қолымызға беріп сайыстарын көрсетті. Біз туралы да білді. Менің жасым 26-да, Назира 23-те екенін, бірге жұмыс істейтінімізді айттым. Дәурен спорттық өміріндегі түрлі жайттарды айтып, арасында күлдіріп отырды. Дәурен ішімдікті қайта-қайта құйып отыр. Біздің ортамызда қыза түсті. Отырыстың басында сезінген қолайсыздық қазір жоқ болды. Көңілді отырып, бірімізден соң біріміз анекдот айта бастадық. Назира әзілге жоқ екен. Біз оның әзіліне емес, оның қалай айтып отырғанына күліп отырмыз. Оған Назираның өзі де мәз. Бәрі кезек-кезек дәретханаға шығып келіп отыр. Назира бірнеше рет барып келді. Кейін Дәурен. Мен тұруға ыңғайланғанымда, көбірек ішіп қойғанымды түсіндім. Аяғыма әзер тұрғанымда үстелдің астында бір емес, екі бірдей бос бөтелке тұрғанын көзім шалды. Ал үстелде тұрғаны үшінші болуы керек. Осынша көп ішкеніміз ұнамай ішімнен тыржиып қалдым. Қалғандары маған назар аударып та отырған жоқ. Назира маған қарап, бәрі дұрыс па деп сұрады. Сендер көп ішіп қоймадыңдар ма деп түсініксіздеу айттым. Негізгі ойым Дәурен бізге неге сонша көп құйғанын меңзеу еді. Бірақ ойым жинақталмай қойды. Иә, жарайды, деді Назира бетін тұжырайтып. Дәретханаға бар, деді де Дәуренмен айтып отырған әңгімесіне қайта кірісті. Дәурен маған қарамастан екеуіне виски құйып отыр екен. Бетімді суық сумен шайып жібергеннен кейін өз-өзіме келгендей болдым. Жолда жүргеніміз, отырғанымыз, спирт барлығы өз әсерін тигізсе керек. Қысқасы вагонда теңселе жүріп, купеге де жеттім. Неге екенін білмеймін, әйтеуір Дәуреннің мен жоқтағы әрекетін көргім келді.
Ойлаған әрекетімді жасайын деп ақырын есікті жылжыттым. Әлсіз шам жарығы. Назерке отыр, оған қарсы Дәурен отыр. Әлі де әңгіме айтып отыр екен. Иә, массаждың курсын өттім. Мойын мен иықтың айналасында жақсы жұмыс істеймін. Иығың мен мойныңа массаж жасап берейін деп ойда жоқта Дәурен ұсыныс айтты. Ішімде бірдеңе дір ете қалды. Әйелімнің қарсы болғанын күтіп тұр едім. Оның орнына ол. Білмеймін, негізі мойным ауырып тұрмаған сияқты. Күйеуімде қазір келер. Ішкен адам дұрыс түсінбей жүрсе. Боққарының күлкісін естідім. Мен денеңде емес, мойныңды уқалаймын ғой. Сосын мойынды тек ауырған уқалау керек деген жоқ. Жиналған тұзды таратып тұру керек. Жарайды. Мас даусымен Назерке келісімін берді. Ары қарай купеде кереуеттің тырсылына ұқсайтын бір дауыстар естілді. Міне мына жерге отыр, деді Дәурен. Кереуеттің тырсылы, сосын тыныштық. Бірер сәттен соң әйелімнің даусы анығырақ, оның ауыр дем алғаны естілді. Қолың жақсы екен, деді ол. Тағы да 4 минут өтті. Сенің күйеуің көпке айналды ғой, деді Дәурен. Шынымен, оған бірдеңе болып қалған жоқ екен? Барып қарап келу керек еді, деді Назерке. Оған не болсын? Көп болса, бас айналып құсып жатқан болар. Қазір келер. Ары қарай жалғастыра берейік, деді ол. Мен ештеңе түсінер емеспін. Осы уақытқа дейін оларға кіре алмай тұрмын. Тіпті оларға қарауға да бірдеңе жібермей тұр. Кеудемде жүрегім қатты соғып, басым айналып, ең қызығы аспабым тұрып кетті. Қызық, мынау қайдан шыққан нәрсе? Бөтен еркектің әйеліме массаж жасағанын есту мені қоздырып тұр, деп ойладым. Мұны тоқтату керек. Мен мүмкіндігінше әдеттегідей кіруге тырыстым. Есікті ашып, Дәуренге арқасын беріп отырған әйелімді көрдім. Дәурен болса, сәл түпке қарай отырып, аяғымен әйелімді орап отыр. Әйелімнің қолының оның үлкен аяғының үстінде жатыр. Оның майкасы мен лифчигінің жіптері түскен. Дәурен иығына массаж жасап отыр. Оның еріндері әйелімнің құлағына жақын тұр. Еріндері сәл ашылған, және арасында ыстық демімен құлағына үрлеп қояды. Бауырым, ұзаққа айналдың ғой, деді дәу жігіт. Не істеп отырсыңдар, деп сабырлы үнмен сұрадым. Әйелім көзін ашып, жаным, маған Дәурен массаж жасап бергісі келді. Ол курстан өткен екен, сертификаты бар массажист, деді Назира. Сосын қалайсың, бәрі жақсы ма, деп сұрады. Иә, жақсымын, дедім де, вагон ресторанға барып келдім, деп қоса салдым. Жарайды, қазір кішкене отыра тұр. Ол әлі 5 минуттай уқалайды, деді көзін жартылай ашып. Мен осы оқиғада өзімді бір тұтқын секілді сезіндім. Мен оларды тоқтатқым келмеді, оған қоса бұл жағдай маған ұнамады. Мен қарсы орынға отырдым да қарап отырдым. Басқа істерге амалым болмады. Дәурен саспастан маған қарап әңгімесін жалғастыра берді. Әйеліме тіпті назар аударып отырмаған кейіп танытып, ол менен немен айналысатыным туралы сұрап отыр. Мені сөйлетіп жібергені сонша, жұмысым туралы тереңнен айта бастадым. Мен оған жұмысымның істеп көрмеген, адам түсінбейтін жақтарын айта бастадым. Ал ол болса түсінген адамдай бас изеп отыр. Соған дейін оның қолы әйелімнің омыртқасынан да төмен түсіп үлгерді. Ол уқалауды тоқтатпады. Ал әйелім болса, көзін жұмып артқа шалқайған күйі оның иығына басын қойды. Әйелім қолымен оның аяғын сәл ғана қыса түсті. Мен не болып жатқанын түсінбей отырмын. Оған қоса төсекке жатып қатты қателестім. Ішімдік пен жолдың әсерінен тез мазайып ұйқыға тартып кетті. Әңгімемде түсініксіздеу болып барады. Солай біз осының бәрін демалыс бойы жасадық. Әйтпесе үлгермей қалушы едік, дедім мен. Аха, деп жауап берді Дәурен. Мен көзімді жұмып әңгімемді жалғастыра бердім. Бірақ сөзімнің арасындағы үзілістер ұзара берді. Түсінікті, маған бір сөздер естілді, ал мен жауап бердім. Тағы да үзіліс. Мені ұйқыға кеттім. Көзім қарауытып жатып, сыбырлап шыққан бір сөздерді естідім. Оның мазасын алмайық, шаршап қалыпты, деді сыбырмен Дәурен. Қараңғыда бір тырсылды естідім де, менің үстіме жабылған көрпені сездім. Оны жоғарыға көтеріп тастайын ба, деп сұрады Дәурен. Тек абайлап көтермесең, деді әйелім. Қарсы келетін күшім болғанда жоқ. Ана дәу жігіт мені оп-оңай көтеріп алды да жоғарыға жатқыза салды. Оған қоса қабырғаға бұрып қойды. Енді жатамыз ба, деді Назира.
Бірінші арқаға массажды бітіріп тастайық, сосын орнымызға қайтамыз деді. Дәурен, саған ұнап жатыр ма? Аха, деп жауап берді Назира. Міне, өзіңнің төсегіңе де жатсаң болады. Ыңғайлы болу үшін майкаңды шешіп таста. Сосын сол жерде ұйықтай саласың. Жарайды. Кішкене тарсылдар естілді. Мен жартылай ғана түсініп жатырмын. Қатты ұйқым келіп жатыр. Кейде ұйықтап кетіп те жаттым. Бір сәтте әйелім күлді. Біз олай келіспедік. Жарайды, енді саған ұнап жатыр ғой, деді дәужігіт. Аха, Дәурен, қойшы. Бұл жерге тек күйеуім массаж жасайды. Қойшы, дененің кез келген бөлігінде бұлшық ет бар, деген дауыс естілді. Кейін тағы да тарсыл, сосын бірдеңе шешілгендей болды. Сыбыр. Мен кері бұрылып, төменде не болып жатқанын қараймын деп шештім. Бірақ еш нәрсе көрмедім. Ойыма олардың екеуі де астымда жатыр деген ой келді. Бірақ неге Дәуреннің аяғы көрінбейді? Тағы да ұйқыға кеттім. Әйелімнің сәл айқайынан оянып кеттім. Тоқта, керек емес, мен келіспедім ғой. Әйелім үнін өшірді де ақырын тарсылдай басталды. Әрбір тарсылдан әйелімнің даусы қаттырақ шыға бастады. Үндеме, әйтпесе күйеуіңді оятамыз. Рахаттанып жатқаныңды өзің айттың ғой, деп сыбырлады Дәурен. Түсініксіз бірдеңе айтып жатыр әйелім. Жүрегім тарсылдап соға кетті. Белгісіз бір қорқыныш болды, бірақ төменге түсуге батпадым. Маған мұндай екі-удай сәтте қалу қорқынышты болды. Мас әйелімді онымен қалдырып кеткеніме өзім кінәлімін. Бірақ төменде сұмдық бірдеңе болып жатыр. Тах, 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 бұл дауыстардың арасында үзіліс болды. Ана Дәудің төменде әйелімді итеріп жатқанын түсіндім. Бір сәтте күтпеген жерден мен қатты қозғанымды байқадым. Шалбарыма қолымды салып қыса бастадым. Басымды төсектің басына барып, төменде не болып жатқанын қараңғыда көруге тырыстым. Қараңғыдан көзім түк көрер емес. Дәудің әйелімнің үстіндегі бейнесі қараңдайды. Біз жарығы бар елді мекеннің қасынан өтіп барамыз. Мен оның әйелімнің бетінен ұстап, өзінің сайманына ақырын әрі жылдам қозғалыспен кіргізіп жатқанын көрдім. Ыңырсып жатыр әйелім. Айқайлаймын десем, қолымды аламын. Келістік пе, деп сұрады ол. Әйелім басын изеді. Үлкен машина әйелімнің бетінен қолын алды. Құдай-ау, деп сыбырлады. Қандай үлкен еді? Қане, маған кіруге кедергі болмас үшін соңғы затты алып тастайық, деді де Дәу әйелімнен шортиды шеше бастады. Ол оған көмектесу үшін белін көтерді. Бір кезде әлсіз жарықтың сәулесінен маған Дәуреннің аспабы көрінді. Адамға тән өлшем емес, қатты үлкен екен. Соншама үлкені бар ма, деп ойладым. Мен асыра сілтеп айтқанды жақсы көретіндердің қатарынан емеспін. Бірақ оныңқы 22-23 сантиметр ұзындығы. Ені 6-7 сантиметр болу керек. Түріне қарасаң, үлкен баклажанға ұқсайды. Осындай томардың әйеліме кіретінін ойлағаннан, оның не болатынын ойға шомдым. Дәу жылдам ішке кіргізіп қайта шығаруда арасына үзіліс салып тұр. Иә, мен өмірде бұлай рахаттанып көрмедім. Тағы деп жатқан әйелімнің даусы естілді. Саған ұнай ма, деді Дәу. Иә, қатты ұнайды. Саған күйеуің бұлай жасамай ма, дейді. Ал әйелім үнсіз. Айт, сәл даусын көтерді де қаттырақ итере бастады. Ал Назира тек ыңырсумен болды. Айт, дедім, сайқал, деп талап қойды Дәу жігіт. Иә, жоқ, ешқашан бұндай болмаған, деді әйелім. Тыныштық орнады. Әйелім уайымдап кетті. Сыр білдірмеу үшін басымды қайтадан жастыққа қарай шегіндіріп алдым. Көзімді сығырайтып қарасам, әйелім мені ұйықтап жатқанымды тексергенде қарап тұр екен. Ол өзінің денесін не болса көрсетпейін дегенде көрпемен орап тұрды. Бір кезде Дәурен оның артынан келді де иығынан қысып, құлағынан сүйді. Қалай ойлайсың, ол бізді естіді ме, деді әйелім. Ол тойғанша ішіп алды. Оны қазір ештеңе де оятпайды, деп Дәурен оны көндіруге тырысты. Вагон ресторанға кеттік. Демімізді басып, еш жиып қайтайық. Кофе ішейік. Білмеймін, әйелім ойланып тұрып. Қазір жатып ұйықтағанымыз дұрыс. Өзің біл, менің қарным аш. Барып тамақ ішемін, деді де Дәу киініп алып шығып кетті. Бірер минуттан соң әйелім орнынан тұрып өзін ретке келтірді.
мені қатты қоздыратын қысқа алқызыл түсті халатын киіп купеден шығып кетті. Мен уайымнан өліп кетердей болып, енді не істерімді білмей ойланып жаттым.